Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қалдарың қалай? Балалар, бізде қазір математика сабағы. Ортақ тақырып сәулет, бөлімше фигура салу. Сабақтың мақсаты әртүрлі фигураларды салуды үйренесің. Балалар, осы мақсатқа қол жеткізу барысында бәріміз мына бейне сабаққа мұқият қарап тыңдайық. Суретке назар аудар. Әр ұлт метрді әртүрлі атаған екен. Қазақ қолдың қары деп атаған, ені, елі, сүйем деп атаған екен. Енді балалар, бұл бізде түзу сызық. Ал бұл сызықтар не істеп тұр? Қараңдар. Егер қиылыспайтын түзулер болса, біз оны параллель түзулер дейміз. Ал екі түзу қиылысса, қиылысатын түзулер деп атайды екенбіз. Енді мына суретке назар аударайық. Біз тік төртбұрыштың бір бұрышына радиусы осы тік төртбұрыш болатын шеңбер сыздық. Енді қиылысу аймағын боядық. Ол жерді не деп атаймыз? Бұл қиылысу аймағы деп аталады. Енді суреттегі тік төртбұрыш қарама-қарсы қабырғалары бір-біріне параллель. Енді осы тік төртбұрыштың ауданы мен периметрін тауып көрелікші. Балалар, бейне жазбаны қарап болсақ, ендеше дәптерімізді ашып, бүгінгі күн атауын жазайық. 30 қараша. Каллиграфиялық сәтке 30 цифрын көркем етіп, барлық талаптарға сай етіп жазып шығайық. Жақсы балалар, жазып болсаңдар, оқу тапсырмаларына назар аударыңдар. Бірінші оқу тапсырмасы бұл сендердің оқулықтарыңның 42-ші бетіндегі нөмірі 3-ші тапсырманың әсі. Бұл тапсырма мынандай дескриптор арқылы жасалады. Бірінші АБ кесіндісін сызады, екінші радиусын анықтайды, үшінші шеңбер сызады, төртінші фигуралардың қиылысу аймағын бояйды. Балалар түсінікті болса, ендеше екінші оқу тапсырмамызға назар аударайық. Екінші оқу тапсырмамыз сендердің оқулықтарының 42-ші бетіндегі нөмірі 4-ші тапсырманың бірінші және екінші бағаны. Бұл тапсырма мынандай дескриптор арқылы жасалады. Бірінші өрнектерді баған түрінде жазады, екінші мәндерін есептейді, үшінші көркем жазады. Түсінікті болса, балалар, ендеше үшінші оқу тапсырмамызға назар аударайық. Үшінші оқу тапсырма оқулықтың 42-ші бетіндегі 5-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Яғни бұл нөмірі 5-ші тапсырма мынандай дескрипторлар арқылы жасалады. Бірінші фигураларды сызады, екінші фигуралардың қабырғаларының ұзындығын өлшейді, үшінші олардың периметрі мен ауданын табады. Балалар, сабағымызды қорытындылай келе, сабағымыздың соңында кері байланыс береміз. Яғни балалар, үшлеп белгіні жазғандарын, маған бәрі түсінікті болды дегендерін, бірлеп белгісі, бір сұрақ белгісіне жазғандарын, әлі де сұрағым бар дегендерін, ал бір сұрақ белгісін жазып жібергендерін, әлі де көмекті қажет етем дегендерін. Балалар, осымен математика сабағы аяқталды. Келесі сабаққа дайындала қойыңдар.